Баршаңызға сәлем достар, каналға қош келдіңіз. Сіздерге бүгін аяқ шаршаудың басудың 5 әдісін айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап лайк басуды ұмытпаңыз. Егер күні бойы екі аяқта тұрсаңыз, кешкісін аяғыңыз қатты шаршап, жағымсыздық сезінесіз. Әсіресе жазда ол ушыға түседі. Себебі қан тұрып қалады да ауырлық сезімі пайда болады. Ең бірінші сізге айтатын әдіс ол массаж. Аяғыңыз шаршағаннан басудың ең тиімді әдісі оған массаж жасау. Бұл кезде кәсіби маманға бару міндетті емес. Табаныңызбен башпайларыңызды 15 минут бойы уқалап отыру жеткілікті. Қанмен қамтамасыз етуді іске қосу үшін массажды өкшеден бастап, содан біртіндеп башпай ұштарына дейін қозғалтыңыз. Алақаныңыздың теріге сырғанап тұру үшін ылғалдаған крем немесе эфир майын жағып алыңыз. Келесі ол ванна. Температуралы өзгерісі қан айналымына жағымды әсер етеді және аяқты салуға болатын екі леген алып, біреуіне жылы су, біреуіне мұздай су құйыңыз. Екі аяқты екі легенге кезек-кезек салып 15 минут салыңыз. Процедураны 15 рет қайталаңыз, салқын сумен аяқтаңыз. Содан соң аяқты құрғатып, әртүрлі крем жағып қойсаңыз болады. Үшінші айтатын әдіс ол мұз. Егер қарама-қарсы ванна жасаған ұнатпасаңыз, аяқты мұздың көмегімен кетіріңіз. Мұзатқыштан бір текше мұзды алып, табаныңызға сүртіңіз мұзбен. Сонда бір орында ұстап тұруға болмайды, үнемі қозғап мұзбен сүртіңіз 4-5 минут. Сонда аяғыңыз жоғарыға көтеріп жатыңыз. Егер сізде тұмау белгілері болса, бұл процедураны жасауға болмайды. Процедураның әсерін күшейту үшін қарапайым мұзбен емес, косметикалық мұзбен де сүртуге болады, оны интернеттен қарасаңыз болады. Ең соңғысы ол жаттығу. Үйге келген бойда тез жатқыңыз келіп тұрса да, диванға құлауға асықпаңыз. Шаршағандықты басу үшін бірнеше жеңіл физикалық жаттығу жасаған дұрыс. Отырып, башпайларды бірнеше рет жинап ашыңыз. Сонда орныңызда тұрып, аяқтың ұшын 10 рет тұрып түсіңіз. Аяққа велосипед жасуын жасауға пайдалы. Ең соңғысы ол жалаң аяқ жүру. Ұсақ тастардың бетімен, құмның, шөптің үстімен жалаң аяқ жүру табандағы шүйке ұштарын ынталандырып, аяқтағы ауырлық пен ісінуден арылуға көмектеседі. Үйдің ішінде жалаң аяқ кішкене жүріңіз. Егер массаждық кремші болса, тіптен жақсы. Егер де сізге бұл видео ұнаған болса, каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сіз қалай емдейсіз? Өз ойыңызды жаза кетіңіз.